Менде бұл видеоны түсірер алды бір нәрсеге ойланып қалдым да. Мен қашаннан бері бұндай ноуттарға обзор түсіретін болып кеткенмін. Егер де білетін болсаңыз, мен алғаш рет YouTube каналымды бастаған кезде мен арзан колонкілер, наушниктерге обзор жасайтын едім. Ал қазір менің алдымда ойынға арналған мықты ноутбук Asus TUF A15. Және де бұл ноутбукты сіздер үшін обзор жасауға берген Мечта дүкеніне алғысымды айтамын. Бұл ноутбукта айтарға тұрарлық нәрселер көп. Қайткенмен нарықта бұл мықты ойынға арналған ноутбуктардың бірі. Және де бұл туралы біздер бұл видеода толықтай сөйлесетін боламыз. Сіздермен бірге Мырза, және де бұл кезекті қазақша шолу кеттік. Менде сіз сияқты күнде ойынға арналған ноутбуктар ала бермеймін. Сәйкесінше бұл ноутбуктың маған беріп жатқан әсері мен үшін бірінші рет болып жатыр. Өзімді андай құрттай бала сияқты сезініп отырмын. Сонша заманауи ойындарды ойнауға мүмкіндік беретін бұл ноутбук қай-қайсында көтерем деп тұр ғой. Оның үстіне 144 Гц-тік мына матовый дисплей, сөз жоқ, кайф. Так, бұның ішінде не бар, айта кетейін. Процессор AMD Ryzen 7 8 ядролық 4,175 ГГц-ке дейін жылдамдату мүмкіндігі бар. Видеокарта GeForce RTX 4050, оперативкасы 16 ГБ, жалпы жадысы 512 ГБ. Жалпы түсінген адам түсінді, түсінбеген адамдарға айтарым, бұл ноутбук жалпы жылдам. Қаншалықты жылдам десеңіз, жалпы қарапайым қолданушы деген жасай алады. Тіпті қарапайым емес адамдарда біраз нәрсе істей алады бұл жерде. Әрине, осы дүнияның бәрі ауыр жұмысқа келгенде қызу керек. Сондықтан бұл жерде суыту жүйесі мықты болу керек. Ал ондай жүйе мында бар және жақсы жасалған. Жан-жақтан ауа тарту мүмкіндігімен қатар, мында вентилятордың жылдамдығын басқаруға болады. Ол үшін арнайы батырмасы да бар. Ішіндегісі енді түсінікті болған шығар. Жайлап сыртына көшейік. Дизайн мында енді сөйлеп тұр. Бір қарағаннан ақ ойынға екені түсінікті. Маған ұнағаны бұл жерде бір өзіндік минимализм бар. Ашылып-шашылып трансформермен болып жатқан ештеңе жоқ. Жігітше өзінің стилін ұстанып тұр. Материалдары көзге де, қолға да жағымды. Салмағы 2,2 кг, жоқ, бұл ауыр емес, бұл игровой ноутбуктардың стандартты салмағы. Айналасындағы қосқыштар туралы ештеңе айтудың қажеті жоқ шығар. Сөзсіз ақ бәрі түсінікті. Экран диагоналі мында 15,6. Жалпы комфортты размер десек болады. IPS матрица 144 Гц жиілігімен ойын ойнаған кезде толықтай ләззат алуға қызмет етеді. Не дейміз енді, ноутбук өзіне жауап бере алатын сияқты. Стиль бар, комфорт бар, сапа бар, жылдамдық бар. Нағыз еркек құрылғы. Жалпы Asus компаниясының бұл ең сәтті өнімдерінің бірі болып табылады. Гейминг үшін ең керемет вариант. Жалпы бұл жерде 4К видеоны да қиналмай монтаждауға болады. Тек картридер жетіспейді. Осымен бұл достар, еңбекті қолдап лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге сол баяғы Мырза келесі видеороликтерде көріскенше.